Сәлем достар, біз кеше үлкен Алматы тас жолына қысқаша шолу түсірдік. Айта кететін жайт, жол жақын арада ашылады. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Республикадағы ең қымбат және ең ұзақ уақыт салған автопроект. Қазақстан осы проект үшін инвесторларға қанша теңге төлеуі керек, оны қазір білетін боламыз. Алдымен ÖAAЖ, яғни Бакаттың не екенін ашып айтып алайық. Бакат дегеніміз бұл Алматы қаласының Ұзынағаштағы Қырғауылды елді мекенінен Талғардағы Қызылқайратқа дейінгі аралықты құрайтын 66 километр жол. Бакаттың жобасы 2002 жылы еліміздің оңтүстігін дамыту жоспарында айтылған болатын. Сол жылғы план бойынша мемлекет қаржының бәрін өздері тауып, жетпеген жағдайда республикалық бюджеттен алатын болған. Бірақ ойдағыдай болмай, шетелдік инвесторлар іздестіреді, бірақ ол да табылмайды. Сөйтіп 2008 жылғы әлемдік кризиске байланысты құрылыс уақытша тоқтай тұрады. Сөйтіп план бойынша 2012-14 жылы қайта салыну керек болған құрылыс 2018-де бірақ салынады. Но бұл жол мемлекет емес, полный шетел инвесторлар мен шетел компаниялар салады. Нақтырақ айтсақ, Корея және түрік компаниялары. Бакаттың құны 513,3 миллиард теңге. Бұл ақшаны екі жақ бірдей, яғни мемлекет пен шетел инвесторлары бірдей долямен төлейді екен. Ол план бойынша 2022-37 жылдар аралығында. Ал осы тас жолы 2046-47 жылы өзін толыққанда ақтап шығады. Енді осыншама көп қаражатқа салынған жолдың мақсатына көшейік. Жол не үшін салынды, яғни? Ең біріншісі бұл экология. Жол қаланың сыртын айналып өткендіктен Алматы қаласының ішіндегі экологияға бұл оң әсер етеді дейді. Одан кейін екіншісі Алматының іші де сырты да барлығы пробка. Сол үшін де мына жол пробканы ішеді. Ал үшіншісі бұл қауіпсіздік, яғни Қазақстандағы қауіпсіз жолдардың біреуі болады. Одан кейін қалалар арасындағы жаңа маршруттар. Одан кейін осы жақын арада сайттардан жолдың бір шетінің ойылып қалған жайлы көп ақпараттар тарап кетті. Ол да бір қысқаша білмеймін. Және де ең бастысы бұл жол платный, яғни ақылы. Жолдың құны 250 теңгемен 2500 теңге аралығында. Яғни жеңіл көлік сағатына 240 теңге төлесе, 15 тоннадан ауыр көліктер 2500 төлейді. Ал бұл жолда бір сағатқа айына абонемент алуға болады. Ауыр көліктер айына 1725 теңге төлесе, жүк көліктері 29325 теңге төлейді. Ал бір жылға жеңіл көліктер 34500 төлесе, ауыр, яғни жүк көліктері 345 теңге төлейді. Бұл жол жүк көлігімен жүретіндерге, жүк көлігімен күн көріп жүргендердің қалтасына ауыр тиері сөзсіз. Бірақ олай етпесе, жол өз-өзін ақтай алмайды, еліміз тағы қарсы қалды. Мен әрине қаражат тұрғысынан көп нәрсе білмеймін. Егер сіздерге қызық болса, описаниеге сайттардың сілтемесін қалдырамын. Осымен бітті. Рахмет.